Бар жұмыста беседен алға. Алмай жатыр ғой енді дейсің мен. Қарызыңызды қайтарам, уайымдамаңыз. Ой, мен саған оны айтып отырған жоқпын ғой. Мен сені уайымдаймын. Айтпақшы ана Ғали апаңыз деп жүреді ғой. Тыныштық па? Ата, мен несіне уайымдайсыз? Кішкентай бала емеспін ғой. Ғали апа деген қызық екен. Ғалия апаң ғой. Бірақ енді сен одан Қашғарға жүргенің дұрыс еді. Я, ата. Ата, мен заттарым тұра берсін, я? 2 аптада өз жерде қонам. Тұрсын. О, кеп қапсың ғой. Жақсы болды. Ертең бірге жұмысқа шығамыз. Марат, қайдағы жұмыс, өзіңіз істей берші. Мен басқа шаруаларым жетеді. Осы сенде бар ғой, немене бітпейтін тіршілік, а? Болдым, ата, рахмет. Тойдым мен. Әрсен, тамағын ішіп кетсеші енді. Тойдым, ата. Әлі нәрсе піскен жүріпсі. Саған қашан ми кіреді? Қашан бізге көмектесе бастайсың сен? Базардың жұмысын ол менсінбейсің. Ойына келген істеп жүрсің ғой сен. Марат, қойш болды. Бұл саған немене, проходной двор ма? Қойш болды деймін, мен саған келген жоқ, месінші атаға келдім. Маған жылына бір рет келіп, ата деген әңгімені айтпай-ақ қойшы, сен бар ғой. Бергел, мен сенмен сөйлесіп тұрмын ғой. Әрсен, бізден көмек керек кезде ғана келесің. Ойының бәрі қыдыру мен қатындар сенің. Сол кезде сен соттап түсіру керек еді. Неге соттатпадың, а? Жинап деген ақшамыздың бәрі саған кетті. Марат, қойшы, тиіспес балаға. Онсыз да бұның баратын жері жоқ осы үйден басқа, қойшы. Бұндай адамдар өзгермейді. Бұларға сөз шығын. Сенің арқаңда бар ғой, біздің анамызда инфаркт болған. Қойыңдар деймін, қойыңдар деп тұрмын ғой. Ағам демей-ақ қой мені. Ұрғын келе ма, ұр! Ендігері бар ғой, мына жерден көрмейтін болайын. Сүттен ақ судан таза екенсің сен. Балам бері келші. Балам, мұнда 15 мың. Керегіңе жаратарсың. Сосын абайлаша не алай. Мұна машина кімнің машинасы? Досымдікі ғой, ата. Есіне тапсыршы, а? Басың бәлеге қалады, есіне тапсыр. Ой, ата, үйге кіріңізші.